Сәлеметсіздер ме? Каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің видеоролигіміз осы ғылыми атауы спатифилум деп аталатын, оны орысша женское счастье дейді, біз әйел бақыты деп атап кеттік. Бұл әйел бақыты гүлінің көптеген түрлері бар. Биік болып өсетін түрлері бар, кішкентай аласа болып өсетін түрлері бар, жапырақтары алақаннан да үлкен болып тұратын түрлері өте көп. Бұл әйел бақыты гүлін негізі өсірілуде өте қарапайым деп жатады, бірақ мен олай айта алмаймын. Мен бұл әйел бақыты гүлін өсіре алмадым, сосын бұл гүлді сатып алмадым. Енді биылдан бастап мен бұл гүлді өсіріп көрейін деп шештім. Сөйтіп тапсырыс беріп, почта арқылы алдырдым. Мынау жері кішкентай, кеше почтадан келгенде зақымданып келген. Негізі бұл гүл өте күтімді қажет етеді. Көбінесе бұл гүл ылғалдықты жақсы көреді. Ауа құрғақ болған жағдайда оның мына жапырақтарының ұштары қарайып құрғап кетеді. Қыстың күні біз үйімізге жылу қосамыз, сол жылудың арқасында біздің үйіміздің ауасы құрғайды. Сондықтан да бұл гүлді батарейкадан алыстау қою керек. Міне мен осы гүлдеріме арнап ауа ылғалдандырғыш алдым. Бұл кәдімгі бу шығарып тұрады ғой кейбір ылғалдандырғыштар. Бұл кәдімгі құрғақ бу шығарып тұрады. Бұл бу көрінбейді. Соны осы гүлдерге бола сатып алдым. Енді бұл баста мен сатып алғанда бұл әйел бақытының 3-4 гүлі бар еді, әппақ әдемі гүлі. Келгеннен кейін ол гүлдердің бәрі қарайып кетті. Оның бәрін қиып тастадым. Бірақ астыңғы жағынан кішкентай ғана жаңағы ақ гүлдері шығып келе жатыр. Және де менің алғаныма осы 2 айдай болып қалды. Жаңа жапырақтар ашып жатыр. Мен осы келгелі бұған көп су құймаймын. Тек қашан жапырақтары төмен қарай салбырайды, сол кезде барып су құямын. Ол сол су құйғаннан кейін, су ішкеннен кейін қайтадан жапырақтарын көтереді. Негізі бұл гүлдерге көп су құя беруге болмайды. Мөлшерінен құйған көп су бұл гүлдердің тамырын шіртіп жіберуі мүмкін. Сондықтан да бұл гүл өзі су ішкісі келіп, топырағындағы суы құрғағаннан кейін су ішкісі келіп, бұл өзінің жапырақтарының барлығын төмен қарай түсіріп тұрады. Сол кезде барып су құйсаңыздар болады. Ал егерде ол топырағы кеппей су құятын болсақ, ол кезде бұның тамыры шірейді. Сосын гүлдің жапырақтары біртіндеп қарайып сола бастайды. Гүлдің де өзі тамыры шірігеннен кейін өздеріңіз білесіздер, гүлде өзінің жағдайы кетіп, өзін әлсіз сезініп, түрі жаман бола бастайды. Әйел бақыты гүлінің жапырақтарын ылғалды шүберекпен болсын, яғни ватный дискілер болады ғой, сонымен арасында сүртіп тұруға болады. Я болмаса душқа жаңағы топырағы жақсы су өткізгіш топырақ болса, яғни бұның топырағына құйған су бірден табақшасына ағып кететіндей болса, ол кезде арасында душқа түсіріп алған жақсы. Сосын бұл гүлдің астындағы топырағын кішкентай қопсытып тұру керек. Сол қопсытқаннан кейін ол ауа тамырына өтіп, гүл жақсы өсетін болады. Мына жерде көрсеңіздер, әппақ болып гүлдері шығайын деп жатыр. Бұл гүлді мен жақында монокалий фосфатпен суарып қойдым. Негізі осындай гүлдейтін гүлдерге гүлдер дүкенінде тыңайтқыштар сатылады. Бұл әйел бақыты гүлінің ыдысы өзінің тамырына сәйкес болу керек. Егерде үлкен ыдысқа отырғызатын болсаңыздар, бұл гүл тамырын ыдысқа толтыра алмайды да, содан өсуі баяулайды, гүлде шығармайды. Гүл шығарғанын қалайтын болсаңыздар, тар ыдыс, борпылдақ топырақ, және де гүлдейтін гүлдерге арналған тыңайтқыш берсеңіздер, сосын ауаңыз ылғалды болып, арасында душқа түсіріп, болмаса су бүркіп, я болмаса мынандай ауа ылғалдандырғыш қоятын болсаңыздар, сіздердің гүлдеріңіз жақсы өсетін болады. Басқа барлық гүлдер сияқты бұл әйел бақыты гүлінің де жапырақтары арқылы да біз тыңайтып отыруымызға болады. Яғни бұл спатифилум гүлі, яғни әйел бақыты гүлі, бұл қышқылдықты жақсы көретін болғандықтан кәдімгі янтарная кислота, я болмаса янтарин сияқты тыңайтқыштарды су бүркішке құйып, осы жапырақтарын сол су арқылы, тыңайтқыш арқылы тыңайтып отырсақ болады. Яғни су бүрккеннен кейін жапырағыңыздағы шаңдардың барлығы кетіп, гүліңіздің жапырағы жақсы демалатын болады. Менің осы әйел бақыты туралы айтқан кеңесім сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Сіздермен болған бақыт, сау саламатта болыңыздар.